сіздерде кезекті жөндеуге мынандай Lexus LX 330 деген автокөліктің сәртірі тықылдап келді. Бақ машина түсіріп алып келіп тұр. Өртеніп кеткен шығар деді, өртенбеген екен. Тек қыттай қызған. Обмоткасы, шуткасы бәрі нормально. БК-сы нормально. Ішіндегі айшықтарын тек қайрап жібереміз. Бұның проблемасы мына редуктордың ішінде, нақтырақ айтқанда бендиксте болған. Бендикстің екі подшипнигі бірдей шашылған. Подшипниктерін түсіріп алыптым, себебі бұлардың бендиксі біріншіден таптыртпайды. Екіншіден бұл өте қымбат тұрады. Сол себептен подшипнигі табылатын болса, подшипник тауып көп салып, бендиксті жинау керек болады. Подшипник табылмаған жағдайда онда уже бендиксті біз бөліп іздейміз мынандайды. Сәртірді толығымен тазалап қойдым. Полный бүкіл массалатын жерлерін бәрін. Якорын, коллекторын, жіктерінің арасын, мана айтып тұрған екі айшықтың арасын. Екі ортадан медный кольцо мына арқылы тоқ береді анаған. Мына плюстен мына плюске береді якорға. Сосын мына бендикстің ішіндегі мына бистасы бар. Бәрін түсіріп тастадым. Полный іші тазаладым мынаның. Бистасы міне. Арасына да бис проблем бар. Қайтадан жинаймын мынаны. Мына жерде массалатын жерлер задний крышка арқылы. Мына жердің передний корпус мына. Мана подшипник шашылғанмен передний корпусқа ешқандай зиян келтірмеген екен. Полный жалтыратып қойдым. Мына жағында, мына жағында. Подшипниктер келеді. Сәртірді жинап. Базардан бар подшипниктерін алып келдім. Екі подшипник. MCB деген фирмадан. Біреу 6004, біреу 6904 деген. Бендикске отырғызып қойдым, екеуін жинап. Бендиксті полный жинадым. Ішінен бәрі майлап. Литолын, солидолын салып, сықайтып қойдым. Қазір сәртірді жинайтын болған. Сәртірді толығымен жинадым. Әкеліп тексере қосып қойдым. Бұның мына жерінде негізі өзінің сәлнектері бар. Мына жерде сосын мына жерде екі сәлнек бар. Қорап түсіп қалды екеуі де. Пластмасс болып қалған ғой. Орнына фон орап жібердім. Ішіне су кірмеуге ол. Заводпен қарастырылған. Сосын ол замок жай-жайына келетін плюс. Мынау аккумулятордан келетін плюс. Масса корпуста қосып көреміз. Бисмилля. Сәртір өте жақсы жұмыс жасап тұр. Сәртірді әкеліп машинаға салып қойып, мына қыздырып көреміз ал бисмилля. Қос. Ой, чотқы қызып тұр, чотқы. Қаққаннан қызып тұр ғой. Қайтып сөндірші, қайтып қыздырайық. Контрольный екінші рет. Ой, ешқандай әсет шығып жоқ. Сәртір өте жақсы жұмыс жасап тұр. Болды. Сәртір деген өте жақсы жұмыс жасап тұр. Қаққаннан қызып тұр тек.